Ағайындар құтты болсын. Қазақ тілінің деңгейі, қазақ тілінің құны 700 мың теңге екен. Кешегіні қазақ тілін келеке қылған жылтырбас аққұлақ бар ғой. Сол күніге 1.600.000 теңге алады сол ше. Күніге бір күнде. Соған кеше қазақ тілін мазақ қылғаны үшін 700 мың теңге штраф салыпты. Неғып 7 миллион теңге салмайды? Неғып 70 миллион теңге штраф салмайды? Неғып 700 миллион теңге штраф салмайды? Бұдан ары қарай көтін қысып қазақ тілін мазақ қылмай ойланып сөйлейтін деп неғып салмайды? Жарты күндік ақшасы ғой 700 мың теңге. 700 мың теңге штраф салғанда қазақ тілін мазақ қылған үшін. Содан біле беріңіздер, қазақ тілін деңгейін құнын біле беріңіздер ағайын. Қазақтың тасын өрге домалататын ақшаны домаламайтын допқа төлеп жатқан мына жоғарыдағы сайқалдардың бастарды доп сияқты кеуіп кеткен ба деймін негізі ше. Әділдік жерде де жоқ, көкте де жоқ, сондықтан ит өмірге өкпеде жоқ деген точно айтқан негізі бар ғой.